Бүгін қазақ елі үшін тарихи күннің бірі. Санаулы сәттерден соң экипаж құрамында 3-ші қазақ ғарышкері Айдын Айымбетов бар зымыран көкке көтеріледі. Бұл сәтті халқымыз 14 жыл күткен болатын. Қазір ел жұрт бар шаруасын ысырып қойып, Байқоңыр кешеніне көз тігіп отыр. Союз ТМА-18М кемесі ұшырылатын әйгілі Гагарин алаңынан әріптесім Нұрбек Байбосын тікелей байланысқа шыққалы тұр. Нұрбек, қайырлы таң. Шыны керек, барлығымыз тақымымызды қысып қобалжып отырмыз. Жалпы ғарышкерлердің көңіл күйлері қалай? Шу алдындағы рәсімдер түгелдей орындалды ма? Әуелі қайырлы таң әлеумет, қайырлы таң Бауыржан. Сауалың түсінікті. Ғарышкерлер түнгі сағат 3:30-да космонавт қонақ үйінен Гагарин атындағы ұшыру айлағына қарай бет алды. Айта кетейік, экипаж шу алдындағы түнде кестеге сай күндегіден ерте ұйықтаған болатын. Себебі бұл олардың қалыпты режим сақтауларына көмектеседі екен. Ғарышкерлердің бүгінгі әрбір қадамы түсірілім тобының назарында екенін еске саламыз. Экипаж ғарыш кемесіне беттемес бұрын арнайы киімдерін киді. Ол скафандр әрине. Оған ғарышкерлер тым көп уақытын шығындамады. Мұнда барлығы да жоспарға сай өз уақытымен жүруде. Сонымен ғарышкерлер осыдан соң мемлекеттік комиссия мен ғарышқа ұшуды ұйымдастыру экипажын сапарға дайын екендіктерін жеткізді. Союз ТМА-18М ғарыш кемесі әуеге көтерілуге сақадай сай, өздеріңіз көріп тұрғандай. Қазір міне экипаж зымыранның бортында, олар ұшуға дейін 2 сағат алдында жайғасқан. Ғарыш ұшу сағаты 10-нан 37 минут өткенде, яғни әлі жарты сағаттай уақыт бар. Сонымен Байқоңырдан аттанатын зымыран халықаралық ғарыш станциясына дейін 2 тәулікте жететін болады. Ал қазақстандық ғарышкерлер Айдын Аханұлы кешіріңіздер 8 тәулікке ұшып барады. Оның борт инженері Могенсен де сол уақытта. Ал экипаж командирі Сергей Волков болса 188 тәулігін ғарышта өткізеді. Себебі бұл Волковтың бірінші ғарышқа ұшу емес. Бүгін қазақстандық Айдын Айымбетовтің ғарыш сапарына қолдау көрсетіп келгендер тек қана отбасы мен туысқандар емес, мұнда үкімет басшысының орынбасары Бердібек Сапарбаевтан бастап қазақтың қос қаһарман ұлдары, яғни атаңыз болған ғарышкерлер Тоқтар Әубәкіров пен Қазғарыш төрағасы Талғат Мұсабаев та осында. Осыған дейін Айдын Айымбетов бұл сапарын қазақ хандығының 550 жылдығына, ата заңымыздың 20 жылдығына, жеңістің 70 жылдығына арнайтындығын жеткізген болатын. Әзірге шу алдында менде ақпарат осы, дегенмен де қазір менің жанымда Қазғарыш төрағасының орынбасары Ерғазы Мейірханұлы тұр. Ерғазыға, міне бүгін тарихи сәт, қазір өзіңіз көріп тұрғандай, жалпы осы тарихи сәт алдында өзіңіз бір ауыз пікір білдіре кетсеңіз. Біз енді қазір мынау киелі ғарыш кешенінің 1961 жылы Гагарин ұшқан алаңында тұрмыз, соның алдында. Ғарыш кемесі және ғарыш тасығышы дайын. Жаңа Талғат Амангелдіұлы мен Айдын Айымбетовті сол корабльге отырғызып, содан келіп тұрмыз мінекей. Осы кезге дейін өтіп жатқан әрбір сатылардың бәрінен Айдын Айымбетов бар экипаж дұрыс өтті, бәрі дұрыс, комиссияның берген бағасының бәрі оңды болып тұр. Енді миллиондаған қазақтың қазір жүрегінен бүлдеп осы сәтті күтіп тұр. Біз де осы жерде тұрмыз мінекей. Енді Айдынның алдында үлкен міндеттер бар. Оны бұл міндеттерге мынау мамыр айында біздің еліміздің президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев пен Владимир Владимирович Путин екеуі уағдаластыққа келісіп, содан бері осы ұшуды дайындап жатырмыз. Біз өзіміздің әріптестеріміз Роскосмоспен бірге, Ресейдің мынау ғарыш тасығышты жасаған ондаған жүздеген кәсіпорындарымен бірге және мынау ғарыштар дайындайтын орталықпен бірге біраз жұмыстар атқарылып, үкіметтің тапсырмасын орындадық. Енді мынау қазір біраз уақыттан кейін болатын құбылыс, ол дегеніңіз осы істелген көптеген жұмыстардың мыңдаған адамдар мен жүздеген кәсіпорындардың жұмысының нағыз бір нәтижесі. Енді сол сәтті болсын дейміз. Сөйтіп ғарышқа ұшқан біздің кезекті 3-ші қазақ ғарышкері өзінің алдындағы мақсаттарын барын орындап, аман есен оралсын дейміз. Рахмет. Міне Қазғарыш төрағасының орынбасары өз пікірін жеткізді. Сіздер әрдайым хабар арнасымен бірге болыңыздар. Мен алдағы шу сапарлар жайында толыққанды ақпарат беретін боламын. Бауыржан, сөз кезегі өзіңде. Рахмет, Нұрбек. Халықаралық ғарыш станциясына шу уақыты таңертеңгі 10-нан 34 минут кеткенде болады деп жоспарланған. Осы тарихи сәтке байланысты арнамызда 10:30-да арнайы шығарылым болады.